Адамзат баласы көзді ашып жұмғанша бір жазық даланы үлкен мегаполиске дейін дамытып жіберуге қауқарлы жаратылыс. Алайда дәлі солай бәрін бір сәтте жоқ қылып жіберу де біздің қолымызда. Кейбір надан басшылар өздерін мыңдаған ядролық қару арқылы планетадағы барлық тіршілікті құрта алатын қуатты күш иесіміз деп санайды. Біз адам баласының ұрпақтары табиғатқа әмірімізді жүргіземіз деп ойлаймыз. Бірақ табиғат олай ойламайды. Қайта керісінше табиғаттың өзі бізді жер бетінен жойып жібере алатын көптеген жағдайлар болған. Бүгін біз адамзаттың жойылып кете жаздаған жағдайларын назарларыңызға ұсынамыз. Ал адам баласы жойылмай тұрып біздің арнамызға тіркеліп үлгеріңіздер. Әрине, әр адам қалаған арнасына тіркеледі ғой. Бірақ дәл қазір арнамызға тіркелуіңіз біз үшін жаңа әр қызықты видеоларды жасай беруге үлкен шабыт береді. Біз көрермендеріміз үшін өте қатты тырысамыз. Оның үстінен лайк басып тіркеліңіздер. 340 мың жыл бұрынғы супержананың жарылуы. 1972 жылы итальяндық астрономдар 340 мың жыл бұрын күн жүйесінен онша қашық емес жерде супержаңа жарылыс болғанын анықтады. Супержаңа жарылыс салдарынан артынан газ көпіршігі қалдырылып, кішкентай нейтрондық жұлдызға айналған. Біле берсеңіз, бұл ғарыштық деңгейде де масштабтық құбылыс болып саналады. Ғалымдардың пайымдауынша, ғаламшарға жеткен радиация үлкен дозасы жер бетіндегі тіршілікке, әсіресе адамзатқа қатты әсер еткен. Жердегі тіршілік иелерін күйдірген. Жарылыстың күшті болғаны соншалық, оның жарығы күн жарығынан әлде қайда күшті болған. Басқаша сөздермен айтатын болсақ, жарылыстың толқыны біздің жерімізге дейін жетіп, бір жарқ ете түсті. Ғалымдардың пікірінше, егер супер жаңа күн жүйесіне өте жақын қашықтықта жарылған болса, ол жер атмосферасының 20%-ын күйдіріп, ондағы барлық тіршілік иелерін түгелдей жойып жіберуі мүмкін еді. 195 мың жыл бұрынғы мұз дәуірі. Барлығымыз білетіндей, 195 мың жыл бұрын кайнозой мұз дәуірінің кезекті айналымы басталды. Ауа райы қатты суып, жердің басым бөлігін мұз жапты. Кайнозой дәуірінде мұз қазіргі Оңтүстік Африка Республикасынан бөлек барлық жерді басқан. Бүкіл әлем мұзға батты. Осының салдарынан өсімдіктер мен жануарлардың үлкен бөлігі жойылып кетті. Әлгі суық ауа райынан қашқан адамдар қазіргі Оңтүстік Африканы паналады. Сол кезде жер бетінде тек бірнеше 100 адам ғана қалған екен. Ойлап көріңізші, жүздеген адамдар қазіргі біздің жойылып кетпес үшін бар күшін салды. 75 мың жыл бұрын Тоба супервулканының атқылауы. Шамамен 75 мың жыл бұрын соңғы мұз дәуірінде Тоба супервулканы оянып, 2800 текше шақырымнан асатын магма атқылаған. Оның салдарынан аспанға 800 текше метр күл ұшқан. Ғалымдардың пайымдауынша, күл бұлты бүкіл әлемді бірнеше жыл бойы жауып, температураның төмендеуіне алып келді. Әртүрлі болжамдар бойынша сол кездегі ауа райы 1 градустан 15 градусқа дейін төмендеген. Бұл өсімдіктердің және жануарлардың, сонымен қатар адамдардың өлуіне себеп болды. Ал енді күн сәулесі түсіп, ауа райы ыси бастағанда, жер бетінде шамамен 20 мыңға жуық адам қалыпты. Осы тұста ортаға бір ой сала кетейін. Егер қазіргі таңда осындай супервулкан оянатын болса, сіз не істер едіңіз? 1918 жылғы испан тұмауы. Вирустарда табиғаттың бір бөлігі ғой. Солай жақында халықаралық ғалымдар тобы құстар мен сүтқоректілерден 850 мыңға жуық вирустарды анықтапты. Олардың әрқайсысы қазіргідей пандемия тудыра алатын деңгейде екен. Жалпы тарихымызда жаппай өлімге әкеп соғатын аурулар көп болды. Ал олардың арасындағы ең сорақысы ол испан тұмауы болып келеді. 20 ғасырдың басында испан тұмауы көптеген адамдардың өмірін жалмады. Испан тұмауы жұқтырған және қайтыс болған адамдардың саны бойынша ең үлкен тұмау пандемиясы болып саналады. Әртүрлі болжам бойынша пандемияның 2 жылында кем дегенде 550 миллион адам испан тұмауын жұқтырған. Ол сол кездегі әлем халқының 30% еді. Ал аталмыш індеттен 17-ден 100 миллионға дейін адам қайтыс болған. Бұл сол кездегі халықтың едәуір бір бөлігі. Достар, сіз түсініп тұрған шығарсыз, адамдардың бақытына орай әлгі вирус мутацияға ұшырамады. Әйтпесе әлем адамзатсыз қалатын еді. Күн дауылы 2012 жылы. Есіңізде ме, барлығы 2012 жылды асыға күтті. Өйткені майялардың болжамы бойынша осы жылы ақыр заман келу керек еді. Кейін ғалымдардың майя тайпасының қателеспегенін
2012 жылы шынында да адамзаттың соңғы жылы болуы мүмкін екенін анықтады. 2014 жылы НАСА 2012 жылдың шілдесінде жердегі кейінгі бір ғасырдағы ең күшті дауыл болған мәлімдеді. Оның себебі күндегі магниттелген плазмамен бірге жұлдыз шығаратын ультракүлгін және рентген сәулесіне тұратыны радиациялық дауыл болған. Егер біздің планетамыз дәл сол сәтте дауылдың басталу жолында болса, ол бізге шамамен бір күнде жетіп, магниттік дауыл барлық электр жүйесі мен құрылғыларды істен шығарып, адамзат баласын қайтадан орта ғасырға бірақ ұшырып апаратын еді. Бұдан бөлек мұндай күшті дауыл жер бетіндегі барлық тіршіліктің дыңқы тізбегін бұзып, емі жоқ сырқаттарды туғызатын. Негізі бізді сол кезде бір ала сақтады. Өйткені магниттік дауыл бір апта бұрын басталған болса, жер дауылдың тура жолына түскен болар еді. Челябинск метеориті 2013 жыл. Челябинскке метеорит түсіп, оның қалдықтары жан-жаққа ұшқаны біздің ғасырымыздағы айтулы ғарыш құбылыстарының бірі болды. Тіпті оның жер бетіне түсу бір қатар апат әкеліп, нәтижесінде 2000-ға жуық адам жарақат алды. Челябинсктегі бірнеше ғимарат қирады. НАСА сарапшыларының пікірінше, атмосфераның тығыз қабаттарындағы Челябинск метеоритінің жарылу күші 300-ден 500 килотоннаға дейін болған. Бұл Хиросимаға тасталған атом бомбасына 20 есе күшті екен. НАСА мамандары диаметрі 19,8 метр, ал салмағы 13 мың тоннаға жуық метеорит ауада жарылып кетпей, жер бетіне түссе, бұл бірнеше елді мекен толығымен жойылуына әкелетін еді деп болжайды. Әрине бұл адамзат баласын толықтай жойылуына әкеліп соқпаса да, миллиондаған адамның өліміне себеп болып, жер атмосферасын өзгеруіне әкеп соғар еді. 2013 жылғы Апофис астероиды. Апофис астероиды өте танымал және біздің планетамыз үшін ең қауіпті астрономиялық нысандардың бірі. 2013 жылы ол жерден 14.460.000 шақырым қашықтықта ұшып өтті. Әрине бұл өте үлкен қашықтық болып естілетін сияқты. Бірақ іс жүзінде күнге дейін қашықтықтың оннан біріне ғана жетеді. Оның диаметр шамамен 325 метр. Ал енді ол біздің планетамен соқтығысқан кезде жарылыс күші әртүрлі бағалаулар бойынша 506-дан 1200 мегатоннаға дейін болатын еді. Салыстыру үшін айтатын болсақ, Тунгус метеоритінің жарылысы күші 10-нан 40 мегатоннаға дейін жетті. Ал ең қуатты патша атом бомбасының жарылыс күші 57-ден 58 мегатоннаға дейін жетеді. Ал енді салыстырып көріңіз, 10 мегатонна және 1200 мегатонна қайда? Бұл жарылыс кезінде ешкім тірі қалмас еді. Зерттеушілер Апофис жер бетіне түссе, оның кратерінің диаметрі 6 шақырымға тең болар еді деп ойлайды. Бұл апаттың салдарынан адамзат түгелдей жойылып кететін еді. Ал тірі қалғандары жер бетінде жапқан күл салдарынан пайда болған ұзақ қыстан аман қалмайтын еді. Достар, бүгінгі видеомызды осы сәтке дейін көріп тастағаныңыз үшін үлкен рахмет. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, арнамызға тіркеле кетіңіздер. Біз сіздерге әрдайым қызықты да пайдалы видеоларды түсіріп отыруға дайынбыз. Әрине, пікір алаңға бүгінгі видеомыз жайында өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Біз олардың барлығын асықпай оқып, ұнағандарына жүрекше басып отырамыз. Сонымен қатар видео сипаттамасындағы барлық сілтемелерден өтіп, әрдайым бізбен бірге болыңыздар.